көп салып бөлісіп тұрамын. Ұйықтап жатқан кезде саған ақша түсіп тұратын жолды таппасаң, онда сен өміріңнің соңына дейін жұмыс жасауға тура келесің деп айтылған. Ол кісінің ең мықты, ол кісі әлемдік инвестор, ең мықты осындай мақалы бар. Және осыны біз жалпы ағылшын тіліне қазақшаға аударған болатынбыз. Мен шынымды айтсам, бір жағынан қатты жүрегіме тиетіндей сөз болды. Себебі бұл осы Қазақстандағы адамдардың ең үлкен, былайша айтқанда, ауыр мәселесі деп айтсам да болады. Себебі Қазақстанда орташа жалақы өте төмен, инфляция өте жоғары, адамдарда және елімізде тарап кеткен қаржылық пирамида және адамдардың ойын, былайша айтқанда, неше түрлі жаман нәрсеге тартатын трейдинг деп немесе басқа деп сен аяқ асты бай болып кетесің деп, сондай қаржылық пирамидалар көп болып кеткен. Сол себепті бұл біздің еліміздегі ең үлкен проблема және біздің адамдарға келетін бір мықты фраза деп айтсам да болады. Тіпті бұл сөзбен мен өзім де және ата-анам да барлығымыз жақсы қолданамыз. Себебі егер де шынымен де дәл қазір біз өзіміз ұйықтап жатқан кезде бізге пассивті түрде, яғни даже сіз ұйықтап жатсаңыз да, тіпті сіз басқа жұмыспен айналысып жатсаңыз да, тіпті сіз шетелде жүрсеңіз де, немесе балаңызбен қыдырып, балаңыздың сабағын оқытып тұрсаңыз да, сізге пассивті түрде табыс түсіп жататын белгілі бір сондай жұмыс болу керек деп. Әрине ол қандай жұмыс? Ол инвестиция жағына әлі нақтырақ тоқталатын боламыз. Бірақ қазір мен сіздерге айтқым келіп тұр, неге біз инвестиция жасауымыз керек та? Осы сөздерге байланысты. Инвестицияға мысалы қарасаңыздар, қазіргі таңда Қазақстанның орташа жалақысы, пенсионерлердің орташа беретін пенсиясы, жалақысы демей қойық, пенсиясы бар болғаны 49 мың теңге екен. Яғни 49 мың теңге, 50 мың теңге, $100, тіпті $100 емес деп айтсам да болады. Доллар жақында 530-ға барып келді. Яғни долларда жылдан жылға көтерілуде. Сонда біз мысалы ертең қартайған кезде ортақ жалақы, ортақ пенсия 49 мың теңге үшін 49 мың теңгемен қалай өмір сүреміз деген сияқты, немесе Қазақстандағы пенсионерлер қалай өмір сүріп жатыр. Және неге біз сондай өмір 50 мың теңгеге қарап өмір сүрмеуіміз үшін неге қазірден бастап инвестиция жасауымыз керек? Себебі 50 мың теңге, былайша айтқанда, енді шыны керек мойындайық, қазір бір қонаққа барсаң да, тіпті бұрынғы заман сияқты емес қой, 5-10 мың теңге апарсаң, немесе қанша сума апарсаң да, адамдар қазір ақшамен сынайтын, ақшамен адамды, былайша айтқанда, мадақтайтын, ақшамен оның орнын білетін сондай заман болып кеткен. Сол себепті қазіргі таңда менің ойымша сол пенсияға дейін де тіпті біз не істеуіміз керек? Өзіміздің болашағымызды 5 жылдан кейін не болады, 10 жылдан кейін не болады, 15 жылдан кейін не болады? Біз ұйықтап жатсақ та бізге ақша түсіп тұратындай, осындай біз не істеуіміз керек? Жол жасауымыз керек екен. Және мен өзім мысалы олай өмір сүргім келмейді пенсияға келген кезде. Сол себепті қазіргі таңда мен инвестиция жасаймын. Енді қазір мен сіздерге бір қызық сұрақ қойғым келіп тұр. Егер сіздің үйіңіз жоқ, машинаңыз жоқ, бірақ сізге ай сайын бір 5 миллион теңге осы инвестициядан ақша түсіп тұрса, сіз жалпы өзіңізді қалай сезінер едіңіз? Сіз өзіңізді еркін, кәдімгідей қаржылай еркін адам және кез келген өзінің қалауын жасай алатын бақытты адам ретінде сезіне аласыз ба? Әлде сізге мысалы міндетті түрде тағы да басқандай нәрсе керек па? Осы қаржы жағынан, егер ай сайын сізге 5 миллион теңге пассивті доход түсіп тұратын болса, осы сұраққа жауап беріңіздерші. Әрине дейді, еркін, свободно, всегда счастлива дейді, тәуелсіз сезініп, смело жүретін едім дейді. Келсем, мен де солай болатын едім. Яғни менде де қазір сондай еркін бостандықтағы адам сияқты сезінемін. Әрине жақсы ой дейді, күшті дейді. Яғни қараңыздар, жалпы пассив доход дегеніміз не? Осы жерде біз ойымызды дұрыстап алайық, пассив доход дегеніміз акциялардан түсетін табыс. Ол сіз акцияларға қарамасаңыз да, ноутбукқа қарамасаңыз да, яғни анализ күнделікті жасамасаңыз да, сіз ақша салып акциялар алып тұрасыз және олар өсіп тұрады әрдайым. Сол сіз ешнәрсе істемесеңіз де, сіз ұйықтап жатсаңыз да, мысалы компаниялар, акциялар жақсы болып өскеннің барлығы сізге пассив доход болып саналады. Яғни сіз ешнәрсе жасамай, сізге 5 миллион теңге табыс түсіп тұратын болса, әрине біз өзімізді бақытты сезінетін едік. Ал егер де мысалы, үйіңіз бар, жақсы бір орташа машинаңыз бар, бірақ айына сіздің түсіп тұратын ешқандай да пассив доходыңыз жоқ.
ешқандай да сіздің жұмысыңыз жоқ, қазіргі таңда ешқандай жұмыс жасай алмайсыз, белгілі бір себептерге байланысты, Алла сақтасын әрине, сіз қазір жұмыс жасай алмайтын жағдайдасыз, бірақ сізде үй бар, немесе бір орташа жағдайдағы бір көлік бар. Сіз өзіңізді бақытты сезіне алар ма едіңіз? Менің ойымша жоқ. Себебі неге? Тіпті үйдің өзі және көліктің өзі ол не нәрселер? Олар активтер емес, олар пассивтер. Олар өзіне ақша сұрайтын дүниелер, Үйдің бәрібір ертең коммуналкасы келеді, үйдің мысалы сіз ремонтын жасайсыз, үйге продукт аласыз, яғни сондай машинаны да жөндейсіз деген сияқты, оған яғни сіз шығын жұмсайсыз, дұрыс па? Бірақ сізге ешқандай пассив түсіп тұрмаса, әрине сіз толыққанды бақытты бола алмайсыз. Себебі неге? Мысалы, ол жерде сіз енді жақсы үйіңіз бар, бірақ сіз күн кешке дейін үйде жатырсыз, сізге ешқандай доход түсіп жатқан жоқ. Үйім бар деп, мысалы, жата бере алмайсыз ғой, дұрыс па? Көп ақылды адамдар үйлерін сатып бизнес бастайды, немесе әйтеуір бір өмірдің ары қарай сүру үшін, өзгерту үшін бір іс-қимыл жасайды. Бірақ осы жерде көп адамдар, мысалы, бұрынғы бізде ой қалыптасып қалған ата-аналарымыздан бұрынғы стереотип, то что жоқ, бірінші орында қазақтар квартира алу керек, машина алу керек, одан кейін барып жаңағыдай басқа дүние жасау керек деген сияқты. Как будто адамдардың қазір үйі жоқ болса, олар басқа адамнан кем өмір сүру керек, немесе олар инвестиция жасай алмайды, немесе олар бақытсыз болады деген сияқты. Ал мен сіздерге айтайын, жоқ. Мен осы 21 жасыма дейін менің қаншама қазіргі таңда трейдингтегі инвестициядағы оборотым $100,000 болса да, осы Алматының кез келген жерінен таңдап жүріп үй алатын жағдайым болса да, мен 21 жасыма дейін мен ешқашан ақшамды жалпы ондай пассивке құртпадым, яғни үй алмадым, әдейі үй алмадым. Себебі маған ең бастысы сонымен жұмыс жасап, осы айына түсіп тұрған 5 миллион теңгені жинап, керісінше үй алған, біраз уақыттан кейін үй алған маған былайша айтқанда тиімді болды. Себебі егер мен үй алып тастасам, мына жақта бір үйім тұрады, бірақ ол маған по факту келгенде ешқандай табыс әкеліп жатқан жоқ та, ал мына жақта менің обороттан маған түсіп жатқан қаншама айына 5-10 миллиондап менің пайдам бар, Конечно, мен ол кезде үйді емес, мысалы, пассив доходты таңдаймын. Енді бұл жерде қараңыздар, жалпы пассив доходты таңдау себебім ол тек қана үйде ғана емес. Ол жердегі ең басты мәселе, егер де сіздерге пассив доход түсіп тұратын болса, сіздер жалпы өздеріңізді толықтай сенімді сезінесіздер. Сіздер егер қаласаңыздар, басқа қалаға көшіп кетіп өмір сүресіздер. Себебі кейбір адамдар мысалы басқа қалада өмір сүргісі келеді, басқа елде өмір сүргісі келеді, жалпы басқа жерде өмір сүргісі келеді, бірақ қаржылай осындай белгілі бір өзінің үнемі түсіп тұратын доходы, яғни табысы болмағандықтан өзіне қазір сондай нәрсені былайша айтқанда позволять ете алмай жүр да көп адамдар. Ал егер де сіздің жақсы үйіңіз жоқ, бірақ 5 миллион теңге табысыңыз болатын болса, сіз әлемнің кез келген бір жеріне барып, мысалы Малайзия, Дубай, Бали, кез келген жаққа ұшып барып, сол жақтан не істей аласыз? Теңіздің жағасына, немесе өзіңізге ұнайтындай белгілі бір жерден бір айға, екі айға, немесе Турцияға барып өмір сүріп келем десеңіздер, әлем көрем, бала шағамды алып, мысалы, әлемді шарлайым десеңіздер, сіздің ай сайын нақты түсіп тұратын 5 миллион теңге пассив доходыңыз бар, сіз қорықпай осылай бақытты өмір сүресіз, яғни сіз ешқашан да ол жерде өзіңізді бақытсыз сезінетін ешқандай причина, себеп жоқ деп мен ойлаймын. Сол себепті ол пассив доход деген ол тек қана үй алу ғана мәселесі емес, ол өзіңізді әлемнің барлық жерінде жүре алатын еркін адам ретінде сезіну мәселесі болып келеді. Және осы мәселе жалпы универде, студенттерге де арналған. Қазіргі таңда бізде көп Қазақстандағы студенттердің, жалпы жастардың ең үлкен өзекті мәселесі студент болып жақсы универге түседі, бірақ одан кейін ешқандай да ақша жиналмайды, ақша жиналмағаннан кейін не болады? Ертең университетті бітіргеннен кейін, мысалы, үкіметтің дайындап қойған шыны керек бір 500 мың теңге, миллион теңге ешқандай жұмысы жоқ. Барып, как минимум 100-150 мың теңгеге жұмыс жасайды. Қаншама, мысалы, 5 жыл жұмыс жасаған, оқыған дипломмен деген сияқты. Ал егер осы универ уақытында инвестиция жасап, айына хотя бы бір аз суммадан болсын, кішкентайдан бастап, егер акция алып бастайтын болса, университет бітіргеннен кейін өзіне бір бизнес аша алатын, өзінің нақты бір жоспары бар, нақты планы бар, немесе үйіне ақшасын жинап қойған, машинасына ақшасын жинап қойған, немесе ары қарай шетелге кетем, шетелде білім алам, шетелде басқа жұмыс
жасаймын деп солай өзіне нақты план қойған жастар бола аламыз да. Ал неге бізде ол жоқ? Себебі көп Қазақстандағы жастарда осы қаржылық сауаттылық жоқ. Яғни қаржылық инвестицияның жалпы не екенін білмейді, маңыздылығын түсінбейді. Ал бүгін сабақта сіздер как раз таки осыны үйреніп кететін боласыздар бұйыртса. Жұмыс жасамайтын мүмкіндігіңіз болмай, үйде балаларыңыздың қасында отырып, болашағына қамданып, жұмыс жасауға болатын ең үлкен осы плюстары инвестицияның деп мен айта аламын. Енді жалпы сабағымызды бастайық. Алғашқы қадам біз неден бастаймыз, я? Неден біз осы қаржылай тәуелсіз болуды, осы инвестиция жасауды бірінші неден бастаймыз? Әрине ол табысыңыз бен шығысыңызды есептеуді. Көп адамдардың Қазақстандағы қателігі біз табысымыз бен шығысымызды ешқашан есептемейміз. Неге? Себебі біз ойлаймыз бәрібір ол кететін ақша кетеді ғой деп. И сондай ой қалыптасып қойған. Сол үшін біз қанша ақша тауып жатырмыз, оны қаншасын нақты жұмсап жатырмыз, қаншасы керек емес ақшаға кетіп жатыр, қаншасы ойламаған жерден шығын болып жатыр, біз есеп жүргізбейміз. Сол үшін біз ойлаймыз, бізде инвестицияға ақша жоқ, ақша артылмайды деп. Қазір сіздер осы суретті, осы бетті суретке түсіріп алыңыздар. Осы CoinKeeper деген приложениені бүгін сабақтан шыққаннан кейін телефондарыңызға міндетті түрде жүктеп алыңыздар. Мен өзім де қолданамын. Осы жақта сіздер не істейсіздер? Осы приложенияда шығындарыңыз бен табыстарыңызды жазып отырасыздар. Ол жердің арнайы пункттары бар. Сол жерде сізге жазып қоюға өте оңай болады. Өздері есептеп береді. Осы приложенияны қолдансаңыздар, әр ай сайын сіздер шығындарыңызды көріп, ужас просто дейсіздер да. Яғни мен қаншама таксиға лишний қаншама ақша құртады екен. Менің недавно вообще бір подругам осы Инстаграмдағы тоже өте мықты бір білімді эксперт болып келеді. Сол айтады, мен айына 5 миллион ақша табам, бірақ қайда кетіп жатқан білмеймін дейді. И ойлаңыздаршы, адам айына 5 миллион ақша табады, бірақ қайда кетіп жатқан білмейді. И оказывается, ол енді әрине 5 миллион теңге табу үшін ол күндіз-түні қалада жұмыс жасайды. Күнделікті ода кездесулер, күнделікті ода жұмыстар, күнделікті ода жаңағыдай контракттар, ода путевка, жаңағы шетелге барып келеді деген сияқты жұмыс бойынша командировкалар. И есептесе, оказывается, ода айына, представляете, 1 миллион 900 мың теңге просто тамаққа кететкен. Я, ол мысалы андай копейка болып көрінуі мүмкін. Таңертең бардың, бір жерден завтрак іштің 5-10 мың теңгеге, түсте бардың 5-10 мың теңгеге обед іштің, кешке бардың 5-10 мың теңгеге ужин іштің, сонымен перекустарың бар деген сияқты. И есептесең күніне 30 мың теңге, ал бір айда ол 1,5 миллион теңге болады. Ал ол тіпті анда-санда шетелге шығып тұрғандықтан одан да үлкен сумма шығып, 5 миллион теңге табысының 1,9 миллион теңгесі, почти 2 миллион теңгесі просто тамаққа кетеді екен. Бірақ ол күнделікті, енді біз адам болғаннан кейін тамақ ішпей жүре алмаймыз ғой, дұрыс па? Оны да тоқтата алмаймыз деген сияқты соны есептеп, яғни қаржылық сауаттылықтың жоқ болғаны ол көзге көрінбейтін шығын деп ойлағанда, бірақ есептеп келсе ең үлкен шығыны сол екен. Яғни сіздер де осы приложениялар арқылы CoinKeeper, мына жердегі әртүрлі сіздердің барлығын сіздерге арнап жазып қойдық қой, қайсысы сіздерге ыңғайлы болады, соларды жазып алып телефондарыңызға шығындарыңызды міндетті түрде есептеңіздер. Себебі есебі жоқ адам, ол адамнан ақша әрдайым қашады. Есептемейсіз ба? Себебі Аллах тағала айтады ғой, судың да сұрауы бар деп, яғни судың өзі бізге жайдан жай берілген жоқ та, және ешқашан исрап жасауға болмайды. Сол себепті ақшаңыздың каждый нәрсесі, копейкасы қайда кетіп жатқан біліп отыру және есептеп отыру, ол сараңдық емес, ол андай сараңдық немесе басқа нәрсемен шатастырмаңыздар. Өтініш, бұл нақты ұқыптылық, бұл ақшаға деген ұқыптылық, ақшаға деген жауапкершілік, жақсы ма? Осы жерден ойларыңызды ақшаға деген түзеп алыңыздар. Егер де осы жерде Уоррен Баффет жалпы инвестордың тағы да бір сөзін қосқым келіп тұр. Егер де сіз ақшаңызды дұрыс басқармасаңыз, ақша сізді басқаратын болады. Бұл сөзі мен алғаш рет 18 жасында Уоррен Баффеттің жалпы Америкадағы өздерінің универдағы студенттерге беріп жатқан интервьюынан естіген болатынмын. И менің жүрегіме андай қатты тиді да, себебі шынымен де егер де біз ақшамызды
басқармайтын болсақ, ақша бізді басқарады. Ол қалай, иә? Егер де жаңағы мен айтқандай шығындарыңызды барлығын дұрыс есептемейтін болсаңыздар, әрдайым болмайтын нәрселерге ақшаларыңызды сала беретін болсаңыздар, эмоциональный покупка жасай беретін болсаңыздар, инвестиция мүлдем откладывать етуді білмесеңіздер, онда сол нәрсенің барлығы проблема ертең сізді басқарып, сіздің өміріңіздің бәрі кредит алу, кредитті жабу, просто өміріңіздің мағынасы сондай болып кетеді. Яғни кредит алу, бір нәрсеге жетпей жатса, одан кейін сол кредитті жабу. Қаншама қазақтардың өмірлері просто сондай нәрсемен өтіп жатыр да. Кредит жабу керек. Тіпті трейдинг саласына келгенде де мен сұраймын, сіздің вообще мақсатыңыз қандай? Бұл жаққа келіп не үшін ақша тапқыңыз келеді деп. Айтады да, маған кредит жабу керек, маған қарыздан құтылу керек, маған. То есть қаншама адамның, яғни үлкен былайша айтқанда проблемасы сондай болып кеткен ғой, ойлаңыздаршы. Яғни ақша адамдарды қазіргі таңда басқарып кеткен. Сол үшін қазірден бастап, егер зарплатаңыз 100 мың теңге болса да, 1 миллион болса да, 500 мың болса да, қанша табыс тапсаңыз да, бірінші ақшаңызды өзіңіз басқарыңыз. Ол сізді басқармай тұрып. Бұл енді ең маңызды нәрсе. Себебі фокус қай жерде болады адамда, және оның өсімінде сол жерде болады. Егер сіздің фокусыңыз нақты ақшаңызды дұрыс басқарып, дұрыс инвестиция жасауда болса, онда сол жақта да сізде өсім, сол жақта да үлкен пайда, сол жақта да үлкен сізде развитие болады. Ал егер сіздің фокусыңыз күнделікті TikTok қарау, Reels қарау, жаңағы эмоциональный покупка жасау, қай жерде скидка болып жатыр екен, керек емес нәрсені скидка болып жатыр дегенді ала беретін болсаңыз, конечно, сізде өсім сол жақта болады да, сізде қарыздан қарыз көбейіп кете береді. Тіпті Каспи магазинінің өзінде 5000 теңгеге дейін доставка деген нәрсені мысалы шығарып қойған, ал егер де сіздер соның финансовый отчетностін Каспидің, және жалпы сол туралы зерттесеңіздер, маркетологтардың, олар әдейі жасаған, чтобы адамдар мысалы сізге Каспидан 1000 теңгеге бір нәрсе сатып алу керек, бірақ сіз ойлайсыздар, мен қазір 5000-ға толтыра салайын, зато бесплатная доставка болады деп. Бірақ ойланып келгенде қалған сіз алған мысалы 4000 теңгеге алған нәрсе ол сізге по факту керек емес дүниелер. И солай жақында ғана статистика шықты, 90% адамдар жұмыс жасайды екен. Ойлаңыздаршы, 90% адамдар Каспидан 5000 теңгеге дейін керек емес нәрсені сол үшін алады екен. Яғни толтыруға тырысады екен. Ойлаңыздаршы, сол үшін Каспи курьердің андай вакансияларда көп болып кеткен. Яғни адамдарға сондай эмоционально не қойып тастаған ғой. Сондай магазиндардың өздері қаншама скидкалар, мысалы, эмоциональный көп покупка жасайтын бізді алдайды, бірақ на самом деле ойланып келген кезде ол нәрселер бізге керек емес деген сияқты. Сондай нәрселерден аулақ болыңыздар. Егер сондай сіздердің привычкаларыңыз бар болса, Аржан осы сабақта айтып еді, мен енді ондай жасамайын деп өздеріңізге де жазып алып отырыңыздар, жақсы ма? Сол сияқты, мысалы, тек қана ақшаны басқаруда ғана емес, егер мысалы сіз ауырып жүрсеңіз, немесе белгілі бір жақсы денсаулығыңызға байланысты бір нәрсе жасағыңыз келіп жүрсе, егер 1 жыл бойы денсаулығыңызға жақсы көңіл бөлетін болсаңыз, ол кезде не болады? Әрине 1 жылдан кейін сіз денесі шыныққан, өте мықты, 1 жылдан кейін ешқандай одышкасы жоқ, спокойно тауға шығып көтеріле алатын, таңертең ерте тұра алатын, ұйқысы қанық адам боласыз да. Ал егер 1 жыл бойы сіз просто тек қана фастфуд тамақ ішіп, әрдайым тек қана өсек айтып, жамандық айтып, және ешқандай да өзіңізбен жұмыс жасамасаңыз, денеңізбен жұмыс жасамасаңыз, онда 100 килограммдық немесе 80 килограммдық сондай адам болып шыға келесіз деген сияқты. Яғни тура солай қаржыда да. Егер де сіз қаржыңызға дұрыс фокус бөлсеңіз, онда 1 жылдан кейін де сіздің нәтижеңіз, енді апгрейдіңіз вообще нереальный болады. Енді бұл жерде қараңыздар, көп адамдардың ең көп артық ақшасы қайда кетіп жатыр? Неге көп адамдарда инвестиция жасауға оларда артық ақша болмайды, немесе айдың соңында неге тапқан табысы екінші табысқа дейін жетпей қалады? Соның мен сіздерге қазір бір секреттерін айтайын. Біріншісі, ол зиянды тағамдар. Яғни бағанағы айтқандай импульсивный покупкалар қазіргі таңда өте көп. Баханди, Саламбро, Гиппо, немесе әртүрлі сондай бар ғой зиянды тағамдар. Кез келген торговый центрға барып кіріп көрсеңіздер болады. Ешқандай торговый центрдің фудкорты ешқашанда бос болмайды. Барлық жерде адамдар тамақ жеп отырады. И олар ойлайды, жаңағы пицца, егер бургер жей салсам, мен ақшамды үнемдеймін деп. На самом деле ол жерде сіздер ақша үнемдемейсіздер. Сіздер ақшаларыңызды да минусқа кетіресіздер. И денсаулықтарыңызға да ол үлкен минус болады.
бірінші орында өздеріңізге жазып алыңыздар, пожалуйста, осындай артық зиянды тағамдарға ақша құртуды тоқтатыңыздар. Оның ішіндегі ең көп зияны ол тәтті заттар, яғни адамды 90% өлтіретін құрамындағы неше түрлі элементтер бар, оның барлығы тәттілердің ішінде. Балаларыңызға да сондай, яғни зиянды тағамдарға ақша құртуды тоқтатыңыздар. Екіншісі ол зиянды әдеттер. Ол темекі, алкоголь және тағы да басқа, енді одноразка, тіпті одноразканы өзінің жақында бір танысымның танысынан жай кездесіп қалған кезде сұрай салсам, представляете, 20 мың теңге тұрады екен. Яғни адамдар ақша жоқ дейді, бірақ сондай темекі, одноразка, сондай нәрсе алуға ақша бар. Яғни бұл нәрсенің өзі миға қонымсыз да. Ондай нәрсе де тоқтатыңыздар. Ол тек қана өзіңіз үшін. Енді шыны керек, ол мен үшін емес қой, дұрыс па? Әр адам бұл өмірде өзі бізге не үшін Аллах тағала өмір берді? Бұл өмірді былайша айтқанда сапалы және маңызды және былайша айтқанда достойно өмір сүру үшін, просто так емес, сол үшін мен үшін емес, өздеріңіз үшін ондай зиянды әдеттерден тоқтатыңыздар. Үшіншісі, ең үлкен шығын ол мақтаныш. Яғни басқаларға просто біреудің алдында белгілі бір мақтану үшін, понт болу үшін, қазіргі 21 ғасырдың ең үлкен былайша айтқанда боли деп айтсам болады. Ол не? Бізде біреудің алдында мақтану үшін артық покупкалар жасау. Қазір көп адамдар бар, тіпті блогерлардың ішінде де енді онды естіп көріп жатқан шығарсыздар. Яғни кредитке мысалы машина алу, кредитке қымбат көлік, қымбат үй, қымбат белгілі бір заттар алу, оның барлығы не үшін? Кейін сол мысалы тіпті жақында мен өзім сторисында да бөліскен болатын, Жека деген блогердің өзі мысалы тойын қаншама миллионға жасап, одан кейін 1,5 жыл бойы просто соны қарызын жабумен айналысып, және сол үшін выгорание, депрессия болып кеткен. Яғни біреудің алдында просто мақтану үшін осылай жасайтын адамдар көп. Тіпті менің өзімнің финансовый консультация берген кезде менің бір клиентім болған. Жалпы ол кісі, ол үлкен әйел, өзі жақында босанайын деп жатыр, күйеуі екеуі бизнеспен жақсы табыс табады, және достары мысалы Турцияға бірге барып демал керек деп шақырыпты да, сол жаққа айтыпты, давайте Риксқа барып жатайық деп. Әрине Рикстің бағасын білесіздер, тем более Турциядағы, ол өте қымбат. Олардың мысалы отдыхқа, демалысқа ақшалар жетеді, бірақ Риксқа емес, яғни ондай қымбатқа емес. Және жақында мысалы босанайын деп жатыр деген сияқты. Олар мысалы қарызға алып, сол достармен бірге қыдыруға барып келіпті да. Не үшін? Себебі не үшін бардыңыздар деп сұрасам, айтады, енді біздің достарымыз ойлап қалады ғой, егер біз бармасақ, значит бұлардың бизнестары онша емес жүріп жатыр, саудалары болмай жатыр деген сияқты. Ал мен айтамын да, енді шындығына келгенде ол солай ғой. И это нормально, то, что қазіргі таңда сіз егер кішкене жұмысыңыз жүрмей жатса, егер сезон болмай жатса, ол нормально дүние ғой деген сияқты мен сөйтіп түсіндіріп айтамын да. Ойланып келгенде сіз қазір босанайын деп жатырсыз, ол шындық қой десем, уже үндемейді да. И сондай ситуациялар өте көп, сондай нәрсені менің ойымша достар тоқтату керек. Сіздер қалай ойлайсыздар? Егер я десеңіздер, онда, пожалуйста, егер осындай сіздерде привычка болса, онда я қосылам деп мына жаққа жазып кетіңіздер. Шын мәнінде осы жерге келген кезде адамдар сіздерге мүлде мән бермейді. Шындығына келгенде барлық адамдарға бір-бірінің ойына қазіргі таңда бәрібір ол бұрынғы ойда қалып қойған, яғни мен туралы кім не ойлап қалады деген сияқты. Әркімнің өз проблемасы өзіне және басқаларға, пожалуйста, күшті көрінуді тоқтатыңыздар. Енді қараңыздар, осы жерде біз сіздермен қазір бірінші нәрсені бастайық. Ол біздің табыс пен шығыс және табыс пен шығыстың теңділігі, табыс пен шығыстың жалпы қай кезде бізде жоғары болады. Егер сіздің табысыңыз бен шығысыңыз, табысыңыз шығысыңыздан аз болатын болса, онда бағанағы үш нәрсені сізге дереу тоқтату керек деген сөз. Егер табысыңыз бен шығысыңыз тең болатын болса, онда тоже тоқтату керек деген сөз. Себебі адамның табысы шығыстан всегда жоғары болу керек. Ал егер табысыңыз шығысыңыздан жоғары болатын болса, онда әрине өзіңізге сол кезде ғана бір артық нәрселерді былайша айтқанда позволять ете аласыз. Жақсы ма? И
бір нәрсені ұмытпаңыздар, ешқашанда ақша аспаннан жаумайды. Ешқашанда бұл өмірде волшебная палочка немесе келіп сіздің ақшаңызды көбейтіп жасай салатын, және қазір қаржылық пирамида, акцияларды қалай аламыз, соған акциялардың қандай айырмашылығы бар, соған да тоқталамыз. Бірақ оған дейін мен сіздердің убежденияларыңызды алып тастағым келіп тұр. Пирамидалар сияқты, мысалы айына 10 000 теңге салып, бір айдан кейін ақшаңыз 1 миллион болады деген сияқты, ондай нәрсеге бүгіннен бастап, дәл қазіргі секундтан бастап сенуді тоқтатыңыздар. Себебі осындай нәрсені кесірінен оңай ақшаның артынан жүгіремін деп қаншама Қазақстанда адамдар бәленбай миллиардтаған ақшаларын просто Россиядан келген және өзіміздің елде де жүрген қаржылық пирамидаларға салып тастаған ақшаларын. Сол себепті мен сіздерге айтайын, ешқандай трейдер 4 жылдық опыты бар және Америкадан оқыған және қаншама брокерлармен жұмыс жасаған, қаншама үлкен крупный сделкалар жасаған эксперт ретінде мен сіздерге айтайын, ешкім сіздердің ақшаларыңызды көбейтіп бермейді, және ондай нәрсе ол өтірік. Пожалуйста, сенбеңіздер ондай нәрсеге. Ол тек қана қай кезде мүмкін, әрине инвестиция саласында ғана мүмкін, бірақ бір күнде егер біреу сізге сіздің 10 000 теңгеңізден 100 000 теңгеңізден 1 миллион теңге жасап берем десе, 100% ол қаржылық пирамида, немесе 100% ол просто казино, яғни авиатор деген сияқты бұрыннан бері келе жатыр ғой, көп қой. Бинома деген нәрсе TikTokта көп шықты, естіген шығарсыздар, биноманы естіген кісілер бар ма? Жалпы олардың барлығы қаржылық пирамида, оның барлығы өтірік адамдардың ақшасын тартып алып кететін заттар. И мен сіздерге айтайын, болашақта да егер де біреу мен осы трейдинг саласын күшті үйреніп алдым, немесе өзіңіз де күшті үйреніп алсаңыз да, ешқашанда ешкім ақшасын көбейтуге болмайды, және ондай нәрсемен тіпті айналысуға да болмайды. Ондай нәрсе жалпы дұрыс емес. Тек қана мошенниктер ғана біреудің ақшасын көбейтіп беріп, немесе ол адамдарға үлкен ожиданиядағы сондай нәрселер уәде береді. Сол үшін бүгіннен бастап сіздер мошенниктер туралы нақты білдіңіздер. Бұндай уәделерді тек қана алаяқтар береді. Мошенниктердің жалпы сіздердің алдаудағы әрекеттерін мен сіздерге жаңа айтып өттім. Енді сіздерде болашақта ондай, егер тіпті мошенниктермен кездессеңіздер де ондай проблема болады, немесе алданып қаласыздар деген ойда емеспін. Себебі сіздер түсіндіңіздер ғой, ешкімнің ақшасын көбейтіп бермейді. Ол өтірік нәрсе. Енді мен сіздерге осы брокерлік счет акция туралы айтқым келіп тұр. Қазір акциялар бойынша есептейтін боламыз. Осыдан жарты жыл бұрын мен өзімнің инстаграмымда жалпы челлендж жасаған болатын. Брокерлік счетқа күнделікті біз оқырмандарымызбен бірге 1000 теңге сайын инвестицияға ақша салып отырдық. Және біз не істейміз? Аптаның соңында ақшамызды жинап бір акциядан алып отырамыз. И осындай біздің челленджға өте көп адамдар қатысты. Сол адамдардың жалпы жасаған пайдалары, алған акциялары қазіргі таңда 50%, 100%-ке дейін өсіп, өте үлкен бізге де ол кісілерге де табыс берді. Және осы челлендждің арқасында көп адамдар акция алуды үйренді. Енді бір қызығы, бірақ мен сіздерге айтайын, сол адамдардың ешқайсысы маған бір ойбай, Аружан, осы күнне 1000 теңгеге мен акция алып отырғанның арқасында мен отбасыммен қырылысып қалдым, немесе күйеуіммен ұрысып қалдым, немесе менің тамаққа ақшам жетпей қалды, жолға ақшам жетпей қалды деген бірде-бір адам болған жоқ та. Яғни жаңағы мошенниктерда, мысалы білесіздер, көбінесе адамдарда тіпті ажырасу бойынша Қазақстан бірінші орында келе жатыр да, екінші орынға шықты. Бірақ енді скоро бірінші орынға түссе де біз таң қалмаймыз, себебі көп тіпті причиналардың, себептердің бірі осы қаржылай пирамидалардың кесірі де болған екен. Яғни ерлі-зайыптылар әрине ол отбасы үшін ғой, бәріміз отбасымыз үшін тырысамыз, отбасымыз үшін ақшамызды көбейтеміз деп, мысалы мошенниктерға ақшаларын беріп, сөйтіп соның кесірінен ажырасқан қаншама пайыз отбасылар бар да. Ал бұл жақта біз инвестиция жасаған кезде сол күніне бар болғанда 1000 теңгеден бастадық. 1000 теңге 2 коланың ақшасы. Ол кезде маған бірде-бір адам ойбай, осыдан кейін мен қиналып кеттім деген адам болған жоқ. Сол себепті инвестиция бастасаңыздар, немесе инвестиция жасасаңыздар, мен ойламаймын ол сіздерге белгілі бір ақшаларыңыз азайып қалады, немесе қиын болады деген сияқты. Мына жақты қарайық қазір. Бізде осы
біздің жалпы челленджға қатысқан студенттердің нәтижелері, қанша табыс тапқандары, мына жерде бір адам, енді бізде ограничение жоқ қой, біз 1000 теңгеден салсақ, кейбір адамдар 100 000 теңгеден салды деген сияқты, $2800 дейін өздерінің табыстарын тауып, осылай бізге үлкен отзывтарын жіберген болатын. Челленджға қатысқан адамдар жалпы бізде қандай нәтиже алды? Осы қаржылық еркіндікті үйреніп алды, акция саласын үйренді, мошенниктардың алдын алды, өздері былайша айтқанда самостоятельно инвестиция жасап, ақшаларын көбейтуді үйренді, ай сайын және өздерінің нақты бір мақсаттарына инвестиция жасауды үйренді, және біз өзімізге план қойдық, әрбір аптаның дүйсенбі күні біз инвестиция жасаймыз деп, енді қараңыздар, инвестиция жасау керектің, қазір мына жақта көп адамдар айтады, менде инвестиция жасайтын бірде-бір тіпті 1000 теңгеде ақша жоқ деп, ондай адамдар да болған. Сондай адамдарға мен айтатын, инвестиция жасау керек, сіздің ақшаңыз қайда кетіп жатыр? Пожалуйста, просто шкафымызды ашып қарайық та, барып өздеріңіздің шкафтарыңызды ашып қараңыздар. Мен де өзім кейде шкафымды ашып қарасам шок болам. Бірақ енді мен ешқашан артық нәрсеге немесе құны тұрмайтын нәрсеге ақша құртпаймын. Мен оны өзім бұрыннан білем, өз сол қасиетімді. Бірақ көп адамдардың қателігі ақша жоқ деп айтады да, мен айтар едім, барып шкафыңызды қараңыз. Мына көйлекті сіз соңғы рет қашан кидіңіз? Бір тойға алдыңыз, 50-100 мыңға. Бір рет, екі рет кигеннен кейін киген жоқсыз. Мына көйлекті қашан кидіңіз? Мына затты қашан кидіңіз? Мына затты қашан қолдаңыз? Просто өздеріңізден соны мысалы сұрап көріңіздерші, қайда сіздердің ақшаларыңыздың барлығы кетіп жатыр да? Ақша жоқ деп айтасыздар, бірақ жалпы инвестиция жасаудың ақшасы қайда жатыр? Әрине осындай керек емес импульсивный покупкаларда жатыр, Ол жақта мен сіздерге айтайын, қазіргі заман біреу-біреуді уже киімімен немесе белгілі бір материалдық құндылығымен салыстыратын жағдай емес. Қазір кімнің басы жұмыс жасайды, кім бірінші болып нақты өзінің қаржысын қолға алып, ары қарай дамып бірінші осы саланы алып кетеді. Жалпы бір-бірін осындай біліммен, нақты стратегиясымен, қанша капитал жинағанмен салыстыратын уақыт, киіммен немесе басқа нәрсемен емес. Сол себепті егер де сіздерге керек емес нәрселер көп болатын болса, өтініш сіздер әрдайым осылай есеп жүргізіп жүріңіздер. Инвестиция жасаудағы нақты мақсаттарыңызды айқындап алыңыздар. Трейдинг туралы сұрап жатыр екен. Достар, асықпаңыздар, біз әлі әрбір нәрсеге келеміз. Біз қазір брокерлік счет қалай ашамыз, одан кейін қалай акцияны есептейміз, қандай акцияларды алған дұрыс, және трейдинг деген, оның бәріне әлі тоқталамыз. Сіздер асықпаңыздар, бұл жерде асықпай білім алуға тырысыңыздар, өтініш. Инвестиция жасаудағы сіздердің ең бірінші мақсаттарыңызды айқындап алуларыңыз керек. Көп адамдардың жалпы ең үлкен біздің қателігіміз нақты бір мақсат қоймаймыз да. Яғни сіздің мақсатыңыз инвестиция жасап бастаған кезде, мысалы, мен мына квартираны алам. Яғни осы 2 немесе 3 жылдың ішінде мынандай суммадағы, мынанша бөлмелі мен мынандай үй аламын. Яғни сол кезде сізде нақты план пайда болған кезде сіз не істейсіз? Сіз инвестиция жасаудың да жалпы сіз үшін мағынасы, яғни смысл деп айтады ғой, смыслы сіз үшін пайда болады да. И сол кезде сіздің нақты сол мақсатыңыз орындалады. Немесе ол кейбір адам үшін машина алу мүмкін, кейбір адам үшін ол баласына инвестиция болу мүмкін, Ол әртүрлі кез келген нәрсе болу мүмкін, бірақ ең бастысы не болу керек? Ең бастысы сіздің нақты мақсатыңыз болу керек. Егер мақсатыңыз жоқ болса, онда тіпті инвестиция тұрмақ, тіпті не үшін қазір өмір сүріп жатсыз, не үшін жұмыс жасап жатырсыз, соның барлығы соңында айналып келген кезде адамның мақсатын алып келеді. Егер мақсаттарыңыз анық болатын болса, оған жету және ол жолда жалпы жұмыс жасау, ол жолда ақша табу да оңай болып кетеді. Мен сіздерге шынымды айтайын, себебі өз басымнан сондай нәрсе өткен. Жақында менің оқырмандарым да біледі, мен өзіме квартира алған болатын, сол квартира алу үшін мен мысалы қаншама уақыт бойы мен ақшам болса да, мен тек қана өз ақшамды сол ақшаны оборотқа салып, керісінше 2 еселеп шығарып, жаңағы
ақша оборотта қалатындай да және квартираға да ақша болатындай да ұзақ уақыт бойы жұмыс жасадым. Яғни мен үшін ешқандай да мысалы там мақтану немесе понт деп айтады ғой, ондай нәрсе керек болған жоқ. Себебі ең бастысы менің ойым, мен нақты мақсатым болды. Мен білдім, что қай кезде мен квартира аламын, қай кезде менің акцияларым өсіп, сол маған жағдайға жеткізеді, сол кезде мен бұйыртса аламын деген сияқты, иә. То есть тек қана бір белгілі бір адамдарға бір нәрсе дәлелдеу үшін емес, ондай нәрсе үшін өздеріңізге мақсат немесе цель қоймай қойыңыздар. Мен сіздерге нақты айтайын. Себебі өздеріңіз үшін қойылған ғана мақсат 99% ол нәтижеге алып келеді, ол нақты нәтижеге алып келеді. Вот қазір біз сабағымыздың ең қызық моментіне келдік. Қазір біз сіздермен есептеп көреміз. Қазіргі таңда қалай біз жалпы егер инвестиция жасайтын болсақ, біз 10 жылдың ішінде қанша табыс табамыз, және сіздер қандай квартира ала аласыздар, қанша мысалы машина ала аласыздар. Қазір мен сіздерге шын примермен есептеп көрсетейін. Сіздерге қалай жалпы сабақ түсінікті болып жатыр ма, барлығы ұнап жатыр ма? Мына жаққа жаза кетсеңіздер, мен барлығын көріп отырмын. Қазір мен скоро кодовый фразаның бірінші сөзін айтатын болам. Ол сөзді мен 3 секундқа ғана айтып тоқтаймын, сосын сабақты жалғастырамыз. Так что сол сөзді жазып үлгеріңіздер қазір. Сол сөзді, 3 сөзді фразаны толық жинаған адам супер бонус алады. Ол өте күшті бонус енді. Барлығы күшті, түсінікті. Рахмет, жаным тамаша дейді. Ақнұр ханым, барлықтарыңызға өте рахмет. Өте рахмет, Азизім ханым. Рахмет. Енді шынымен де сіздер мықтысыздар, мына жақта отырып осындай білім алып жатқан өте қатты бағалаймын осындай көңілдеріңізді. Қазір бәріміз бірге есептеп көрейік. Мына жерде қараңыздар, жалпы инвестиционный калькулятор деген нәрсе бар, иә. Қазір бұл жалпы сложный процент деген нәрсені естіген шығарсыздар, иә. Сложный процент дегеніміз енді сіз өзіңіздің ақшаңызды саласыз және ол сізге қанша уақытта қанша табыс алып келетінін есептеп беретін калькулятор. Осы калькуляторда 10 жылда егер де біз инвестиция жасайтын болсақ, қанша табыс табатынымызды қазір мына жақта есептейтін боламыз. Стартовый капитал. Так, стартовый капитал давайте бір $100 деп алып көрейік, иә? Мысалы бір 50 мың теңге деп. 50 мың теңге менің ойымша бір орташа 50 мың теңге. Срок инвестирования бір 10 жыл. То есть 10 жылды ұзақ уақыт деп қарамаңыздар, пожалуйста, потому что 10 жыл деген көзді ашып жұмғанша өтіп кетеді. Сізге кеше қалай ақша керек болды, тура солай 10 жылдан кейін да, одан кейін де ақша керек болатын болады. 10 жыл сол үшін мен средний деп алдым, бір 20-30 жыл деп кетпейін. Средняя ставканы мен 35% деп жазам. Неге? Себебі Америка қор биржасындағы мен инстаграмнан да барлық жерден көрген шығарсыздар, акциялар жылына 100%-дан жоғары, кейбір акциялар 300%, кейбір акциялар 400%-ға дейін табыс беріп жатыр да. Тіпті өзіміздің Халық банктың акциясының өзі осы жылға 120% берген, бірақ мен олай 100% деп тоже артық кетпейін, орташа бір 35% деп алып қарайын. Одан кейін реинвестировать деген, яғни әрдайым салып тұру, яғни әрдайым бірінен кейін бірі болып отыратын, әрдайым қайталанып отыратын дүние, яғни реинвестировать. То есть сіз бір рет 50 мың теңге салып қойып, қашан көбейіп кетеді деп отырмайсыз ғой. Оны мысалы әрдайым салып отыруыңыз керек, иә, как копилка сияқты, бірақ өзі көбейетін копилка. Так, вложение бізде ай сайын 50 мың теңге. И қазір осыны рассчитать дейміз. Экран барлықтарыңызға көрініп тұр ғой, иә? Ал қараңыздар. Сумма всех пополнений бізде 6 миллион теңге. То есть сіз 10 жылда бөліп 6 миллион теңге салады екенсіз. Доход 47 миллион теңге. Итоговая сумма 53 миллион 857 мың 493 теңге екен. Просто қараңыздар, мынау сложный процентмен калькулятор есептеп берді. Қараңыздар, сіз 6 миллион теңге салу арқылы 53 миллион теңге шығарады екенсіз. Осы акциялар арқылы 10 жылда. Оны өзіңізге үй алсаңыз болады, егер жастар отырса, егер үлкен кісілер болса, балаңызға мысалы арнасаңыз болады, иә?
балаңыз да өседі ғой, ол кезде қалай үйлендірем, үйленгеніне кредит алам ба, тойына, оқуға түсіргеніне кредит алам ба деп жүрмейсіз. 53 миллион теңге, 100 мың доллар жете ма сіздерге? Менің ойымша бір баланың аяққа тұрып кетуіне немесе бір адамның аяққа тұрып кетуіне жетеді. А сіздер қалай ойлайсыздар? 100 мың доллар. Енді ол кездің курсымен бұл 100 мың доллардан да көп сума болатын шығар. Себебі курстың доллары білесіздер жылдан жылға өсіп жатыр. Мен постоянно айтам, ақшаларыңызды инфляциядан құтқару үшін доллармен ұстаңыздар деп, иә. Вау дейді, біз естілмей қалдық дейді. Сабақты бір рет обновить етіп жіберіңіздер, себебі сабақта бізде жалпы интернет бәрі жақсы жұмыс жасап тұр. 10 жыл деген өте қасқағым дейді, өте көп уақыт дейді. Менің ойымша өте көп уақыт емес, себебі 10 жыл деген ол мен өзім қашан университетті бітірем, қашан мен осы шетелге кетемін, қашан шетелге көшемін деп трейдингті университет оқып бастаған кезде бастаған болатынмын. Қазір мен уже университетімді бітіргеніме 1 жыл болды, 6 жыл уақыт өтіп кеткен. И қараңыздар, сол уақыттың ішінде мен уже әкеме көлік сыйладым, өзіме көлік алдым, жақында квартира алдым. Так что 6-7 жыл, 10 жыл деген ол вообще үлкен уақыт емес. Бұл қазақтардың ең үлкен қателігі, сол жаңағы как будто бы ертеңгі күн тумайтын сияқты жүреді да. Сізге ертеңде сізге ақша керек болады ғой, дұрыс па? Оның арғы күнде керек болады, бүрсі күнде керек болады. Тура солай сізге келесі жылы да ақша керек болады, и одан кейін 10 жылдан кейін де ақша керек болады. Ал бұл жерде сіз қараңыз, бар болғаны азғандай ғана суммамен мынандай үлкен 53 миллион теңге, 100 мың доллар капитал өзіңізге шығарып тұрсыз. Бұл сіздің қаржылай тәуелсіз болып бір бизнес бастауыңызға, үй алуыңызға, көлік алуыңызға, тіпті мынаның жарайды 53 мың теңге емес, тіпті жартысын болсын, мысалы 50 мың емес, мысалы 25 мың теңге айына салдық деп есептеге, 50 мың көп болатын болса, немесе мынаның жартысы ғана түскеннің өзінде қараңыздар, 25 миллион теңге ақша, мне кажется, білмеймін, егер сіздер үшін ол өте көп, өте сондай сумма деп ойласаңыздар, енді ол менің ойымша ол қызық деп. Болашаққа вложение деп қарасақ жақсы өсіп береді екен. Получается, ай сайын салып отыру керек қой, я дейді. Әрине. Себебі достар, кез келген нәрсе үздіксіз жасалған кезде ғана өзінің нәтижесін береді. Ешқашан да алма піс, аузыма түс деп өмір сүруге болмайды. То есть қашан мен там 5000 теңгеге Халықбанктың акциясын алып қойдым, аржахан акция алсаң бай боласың деп айтқан болатын. Қашан менде сондай болады деп үйтіп өмір сүруге болмайды. Так, осы жерде давайте қазір мен сіздерге мысалы бала 1 жасқа толса, 1 жасынан бастап 18 жасқа дейін инвестиция жасасақ, айына примерно бір 15 мың теңгеден деп алайық. Ешқандай да 50 мың, одан да үлкен сума емес, айына бір балаңызға 18 жасқа кәмелеттік жасына толғанша, егерде 15 мың теңге инвестиция жасайтын болсаңыз, қанша ақша табады екенсіз, соны көрейік. Мына сумманы қарасаңыздар, это просто вау. Сумма всех пополнений 3 миллион 240 мың теңге. Доход 259 миллион теңге. Итоговая сумма 260 миллион. Мынаны қараңыздар. То есть сіз 18 жылда айына всего лишь 15 мың теңге жинау арқылы балаңыз 18 жасқа толған кезде 262 миллион теңге, мына қараңыздар, 15 мың теңге деп бәрін өзгерттім мен, иә? 262 миллион теңге ақша жинап қояды екенсіздер. Просто невероятно, просто вау. Потому что бұл бағана айттым ғой, енді барлығымыздың бұрынғы жақсы ата-аналарда сондай болды. Бұрынғы кезде инвестиция, интернет, осындай оқу, курс деген нәрсе болған жоқ та, адамдарда доступ болған жоқ, осылай білім алуға, я. Жақсы бұрынғы ата-аналарымызда ондай мүмкіндік болмады. Ал қазіргі ата-аналар баласын 18 жасқа толған кезде мен не ақшаға оқытам, не ақшаға киіндірем, не егер грантқа түсе алмай қалатын болса, ең үлкен проблема, я, тіпті жастар сол үшін суицид жасайды. Мысалы,
оқуға түсе алмай қалса, өздерін бір андай өмірден түңіліп келіп, как будто өздері егер грантқа түспей қалса, бір өмірде еш нәрсеге жетпей қалатын сияқты, иә. Оның барлығы, яғни сондай айналып келгенде проблеманың бәрі ақшаға келіп тіреледі да. И мына жерде қараңыздар, сіздер айына 15 000 теңгемен инвестиция жасау арқылы осындай сумма жинап, тіпті мынау бір балаңызға емес, енді бірнеше бала шағаңызға жететін сумма деп ойлаймын. Осындай суммамен не жасай алады екенсіз? Сіз бала шағаңызға былайша айтқанда подушка безопасности жасай алады екенсіз. Себебі жақында мен үлкен интервьюда оқығанмын. Ешқашан да мысалы нөлден бастаған баламен және ата-анасы поддержка берген бір кішкене болсын капиталмен өзінің 18 жасын, я жалпы өмірін бастаған баланың тағдыры екі түрлі болады бәрібір. Себебі ол бір здание, мысалы, я екі здание соғылып жатса, нөлден бастаған өзі көтерілген бала, ол как будто бы зданияны бірінші этаждан бастап соққан сияқты болады да. Ал ата-анасы кішкене болсын осындай поддержка беріп, жақсы жерде оқытып, осылай бір бизнес бастауына немесе бір үйіне бір кез келген енді нәрсе көп қой қазіргі таңда балалардың жасаймын деген нәрсесі, тем более Z поколение, когда балалар өте қатты дамып жатқан, осындай бір капиталы бар бала 15-ші этаждан бастағанмен тең болады. Неге? Себебі Қазақстанда көп адамдар өздерінің как минимум в среднем 15 жыл уақыттарын просто үй алуға жұмсайды. Яғни 15 жыл уақыттары просто мен қашан үй аламын, мен қашан машина аламын деп, яғни сол нәрсеге өмірлер кетеді да. И ойланып қарасаңыз, сіздің 15 жыл уақытыңыз уже өтіп кеткен да. Сіз просто бір дүниенің артынан жүрдіңіз да. Хотя ол нәрсені осылай инвестиция арқылы қиналмай-ақ жасауға болады. Қиналмай-ақ просто инвестиция жасау арқылы үздіксіз жасаңызшы осы нәрсені, осындай табыс көруге болады да. Ойлаңыздаршы. Бұл енді менің ойымша 262 миллион енді жететін шығар сіздерге айына 15 000 теңгеден инвестиция жасау арқылы. Жақсы, егер одан да аз сумма или одан да аз срок десеңіз, осы калькуляторды жалпы, пожалуйста, суретке түсіріп алыңыздар, өздеріңіз есептеп, доходын көріңіздер, пожалуйста. Кім қанша айға, кім қанша суммамен бастағысы келеді, и сол кезде менің айтқан сөзімнің шындық екенін көресіздер. Мынаның барлығын суретке түсіріп алыңыздар. Түсінікті ғой, иә? Неге 35% дейді? Жалпы 35% деген керісінше ол біздің тіпті аз алған суммамыз, себебі Америка қор биржасындағы акциялар жыл сайын 50%, 70%-дан жоғары табыс береді. Мысалы, Palantir компаниясының осы жылдық табысы 1200% екен. Tesla компаниясы 200%, тура солай Nvidia компаниясы 50%, бірақ мен оның бәрін ысырып тастап, жарайды, в среднем 35% деп өзімнің есептеуім бойынша, спайдың көрсеткіші бойынша алдым. 35% деген содан шыққан. Жалпы қалай сіздерге осы есептеп көрсеткенім? Көрдіңіздер ма? Қандай кішкентай суммамен үлкен табысқа шығуға болады? Мен өзім бірінші рет бұл нәрсені тест жасап қараған кезде енді маған шоковая информация болған. Сіздерге де қатты ұнады деген ойдамын. Күшті инсайт болды дейді. Рахмет көп-көп қолдауларыңызға. Оны қандай акцияларға салу керек дейді? Әрине Америка қор биржасының акцияларына. Достар, осы алдағы уақытта мен сіздерге кодовый фразаны айтам. Бірінші сөзді жазып алыңыздар. 3 сөзді толықтай жазған адамға менің арнайы 2 сыйлығым бар. Бірінші сөз, кодовый фразаның бірінші сөзі ақша. 3 секунд уақыт берем жазып алуларыңызға. Қазір осы сабақтың соңына дейін 3 сөзді анықтап табуларыңыз керек. Сабақ үстінде, одан кейін сол кодовый фразаны маған жазу арқылы сіздер менен 2 сыйлық ала аласыздар. Өздеріңізге жазып алыңыздар, өздеріңізге. Неден бастауымыз керек жалпы? Енді қазір мен сіздерге бір дайын схема бергім келіп тұр. Арамызда енді все-таки барлығы бизнесмендер емес. Мына жақта біреуге жұмыс жасайтын адамдар көбірек па, әлде өзіне бизнес жасайтын адам көбірек па? Соны давайте қазір біліп алайық. Егер де сіз біреуге жұмыс жасасаңыз, онда 1, ал егер өзіңізге жұмыс жасайтын жеке кәсіпкер болсаңыз, онда 2 деп қазір группаға жаза кетіңіздер. Ақша керек дейді. Я өзіміз ғой дейді. Бір қараңыздар, мына жақта көп адамдар 1 деп жазып жатыр екен, иә. Демек, бұл нені білдіреді? Демек, бұл көп адамдардың қазіргі таңда біреуге жұмыс жасайтынын білдіреді, иә. Мұғаліммін дейді.
Жақсы. Енді қараңыздар, қазір мен сіздерге мықты стратегияны бермекшімін. Бұл мықты стратегияның аты байлыққа жету үшін 52 апта. Жаңадан депозит ашыңыз. Бұл кез келген депозит болады. Пожалуйста, пошаговый планды жазып отырыңыздар, хорошо? Менің бүгінгі прямой эфирде айтып жатқан сабағым босқа кетіп қалмасын, энергиям босқа кетіп қалмасын. Жаңадан депозит ашыңыздар. Инвестицияға арнап, только инвестицияға арнап. Бірақ мен сіздерге айтайын, Каспий депозит не подходит. Каспий депозитті, пожалуйста, алып тастаңыздар списоктан, потому что Каспий депозит деген ең адамның ақшасы жиналмайтын, ол тіпті депозит емес деп айтсам да болады. Каспийдан басқа кез келген банктың депозитін ашасыздар. Әр апта 1000 теңгеден қосып ақша жинайсыздар. Бірінші апта 1000 теңге, келесі апта 2000 теңге, одан кейін 3000 теңге, үшінші апта 4000 теңге, 5000 теңге, 6000 теңге. Қазір схемасын нақты көрсетемін. И жылдың аяғында біз жалпы 52.000 теңге салатын боламыз. Мына жерде қараңыздар. Так, қараңыздар. Мынаны қазір біз есептек. Бірінші апта біз 1000 теңге салдық. Мына жерде 2000 теңге, одан кейін 3000 теңге, одан кейін 4000 теңге, одан кейін 5000 теңге, 6000 теңге, 7000 теңге, 8000, 9000 и осылай сіздер 52 апта жинайды екенсіздер. Ой, мен жаңа қателесіп айтып кеттім. 52 апта жинайсыздар. И сіздерде қараңыздар, 52 аптада егерде каждый апта сайын осылай 1000 теңгеден қосып үстіне сумма жинайтын болсаңыздар, жалпы бізде акциялардың өсуімен 1.378.000 теңге пайда болады. Осы нәрсені суретке түсіріп алып, сіздер распечатка жасап алсаңыздар болады, яғни шығарып алсаңыздар болады, немесе өздеріңізге телефонға түсіріп алып, скринда басаңыздар болады. Жалпы бұл ойынның, бұл стратегияның ережесі қандай? Егер сіздің қолыңызда мына 1000 теңгені сіз осы аптанкін салсаңыз, мынаны X деп, мынаны бітіп үстінен сызып тастайсыз. Осы апта кетті деп, одан кейін мынаның үстін сызып тастайсыз, одан кейін мынаның үстін сызып тастайсыз. Егер мысалы сіздің бір туған күніңіз болды, енді апта сайын көбейіп жатыр ғой сіздерде салатын ақша. Егер сіздің бір туған күніңіз, бір праздник, или сізге жұмыстан премия түсті, сіз қосымша проект алып жұмыс жасадыңыз, сондай кезде сіз не істей аласыз? Сондай кезде мысалы мына бірнеше ячейканы, бірнеше мына жердегі қорапты үстінен бетіп сызып, осының ақшасын салып тастасаңыз да болады. Ол бойынша ешқандай да запрет жоқ, бір сөзбен айтқанда. И сол кезде сіздерде жалпы 1.378.000 теңге бізде жиналады. Енді осы 1.378.000 теңгені сіз қайда жұмсайтын едіңіз, соған кемі 10 жауап жазасыз. Мысалы, спортқа, залға енді әркім спорт залға барады, немесе бассейнға барады, немесе бір өзінің мақсаттары бар ғой. Қыстық дөңгелек, оқу ақысы, шетелге саяхат деген сияқты, сондай өзіңіздің мына жерге мақсаттарыңызды жазасыз. Мақсаттарыңызды нақтылап жазып алғаннан кейін уже сол мақсаттарыңызды тоже жаңағыдай сызып орындап бастайсыз. Егер мақсаттарыңыз нақтылап жазылмайтын болса, онда ақшаңызда дұрыс жиналмайды. Ал егер мына жерде сізге шынымен де керек мақсат, мысалы ата-анама бір нәрсе алып беру, немесе шетелге шығу, немесе мынандай бір білім алу, мынандай бір нәрсені көру деген сияқты нақты жазуыңыз керек. Егер нақтылық болмаса, онда ақшаңызда жиналмайды. Ал егер нақтылық болатын болса, онда ақшаңыздың да жиналуы тез болатын болады. Бұның барлығы енді инвестицияға байланысты, жинай берсе ше әрі қарай дейді. Әрине әрі қарай жинай беруге болады. Егер сіздерде бағанағы айтқандай белгілі бір моменттер, сондай бір ситуациялар шығып қалса, онда әрі қарай ақшаларыңызды жинасаңыздар болады. Енді инвестиция жасап жүріп, ақша тапқысы келетін адамдарға арналған нәрсе, ол трейдинг. Бағана біз сіздермен егер ақшам болмаса, егер ақшамды қалай жинауды білмеймін, аздан бастағым келеді деген енді нақты қадамдарын не үшін инвестиция жасау керегімізді, және 262 миллион теңге табу үшін всего лишь 15 000 теңге ай сайын сіз бір көйлектің ақшасын инвестицияға салып отыру керектігіңізді мен дәлелдеп көрсеттім. То есть айына бір көйлек алмай қойыңыз, но зато 18 жылда сіз балаңызға 262 миллион теңге жинап бересіз деген сияқты. Енді ол бізде инвестиция, ал бізде екінші бар нәрсе ол трейдинг. Трейдинг дегеніміз не?
жалпы қазір сіздер жаза кетіңіздер чатқа. Егер трейдингпен айналысып жүрсеңіздер, бір санын айналыспай осы салада қазір новыйдан бастайын деп жатсаңыздар, жаңадан бастайын деп жатсаңыздар, онда 2 санын жаза кетіңіздер. 2 дейді, 1 дейді. Мына жақта бізде көп адамдар жаңадан бастайын деп жатыр екен, иә? Жақсы, түсінікті. Жалпы трейдинг дегеніміз не, инвестиция дегеніміз не, біз оны түсіндік, иә? Бүгін мен сіздерге тағы да трейдинг туралы бір нақты ақпарат бергім келіп тұр. Ертең болашақта біреу сіздерден сұраса да, сіздер вот трейдинг деген точно мынау, оның халал харам мынандай түрі бар, оның мына түрмен айналысу керек, мына түрінде мынандай риск бар, мына түрінде мынандай табыс табасын деген сияқты жауап беріп, жалпы өздеріңіз де білу үшін. Енді қараңыздар, трейдинг дегеніміз ол инвестиция, мысалы ұзақ уақытқа, 18 жыл деген сияқты, иә? Ал трейдинг дегеніміз қысқа уақытта ақша тапқысы келетін адамдарға арналған нәрсе. Яғни, мысалы мен күнделікті бір 50-100 мың теңге ақша тапқым келеді. Себебі мені күнделікті расходыма, мысалы, сондай ақша кетеді, иә? Мен ұзақ уақыт күткім келмейді. Инвестициядан қашан маған 100 мың теңге түседі, қашан маған 500 мың теңге түседі деп мен күнделікті тапқым келеді. Демек, осы уақытта мен трейдингті таңдайды екенмін, иә? Бірақ екеуінің қолданатын құралы бір. Мысалы, инвестицияда да сіз акциямен жасайсыз, трейдингта да сіз акциямен жасайсыз. Акция алып сату арқылы сіздер күнделікті табыс таба аласыздар. Енді бір елестетіңіздер, жалпы акциялар саласы бізге Қазақстанға енді келіп жатыр да. Ал сіз уже осы жолы инвестицияны да, акцияны да үйреніп алдыңыз. Одан кейін, мысалы, шетелде жүрсіз, саяхаттап, бала-шағаңыздың қасында, немесе өзіңізге ұнамайтын жұмыстан шығып кетіп, күніне егер де бір 20, 30, 40 мың теңге тауып отырсаңыз, онда сіздерге жалпы осы трейдинг саласы, акция саласы жеткілікті ғой, дұрыс па? Менің ойымша, бұл енді кез келген адамға өте күшті мүмкіндік деп ойлаймын. Және инвестиция саласы да, трейдинг саласы да, инвестиция саласы жаңағы ұйықтап жатсаңыз ақша түсіп тұратын сала. Ал трейдинг саласы ол күнделікті табыс табатын сала. Мен енді жалпы менің болашақтағы арманым шетелде кез келген уақытта, Қазақстанда тұру әрине, бірақ көп уақытымды шетелде білім алуға өткізіп, сол жақта жұмыс жасап, бала-шағам болса, егер тұрмысқа шықсам, сол жақта көп, былайша айтқанда, енді уақытымды өткізіп, осы акциялар арқылы онлайн табыс тауып, ешкімге бағынышты болмау. Менің ойымша, бұл да сіздердің армандарыңыз. Енді мына жақта акция деген нәрсенің не екен білетін адамдар да бар, білмейтін адамдар да бар. Білмейтін адамдар үшін айта кетейік, білетін адамдар просто білімдеріңізді толықтырсаңыздар болады. Кез келген ең үлкен мықты компаниялардың бір кішкентай бөлігі болады да, біз оны акция деп атаймыз. Мысалы, ондай акциясы бар компаниялар, там Қазақстандағы кез келген бір ИП-сы бар, кез келген магазины бар, бір жерде бір точкасы бар, ондай компаниялар бола алмайды. Именно осындай акциясы болу үшін ол қандай компания болу керек? Ол әлемдік компания болу керек. Ол әлемдік Coca-Cola, Tesla, Microsoft, Google, жаңағы Toyota сияқты біз өзіміз қолдан жүрміз ғой. Сондай біз өзімізді танитын, білетін компаниялар болу керек. Акция дегеніміз осы құнды қағаз. Сіз инвестор болып, акцияны сатып алып, оны 10 жылға қалдырсаңыз болады, бағанағы айтқандай 10 жылға инвестиция деп, я? Немесе оны күнделікті алып сатсаңыз болады. 10 жылға қалдырсаңыз ол инвестиция, ал күнделікті алып сатсаңыз ол трейдинг. Яғни трейдинг дегеніміз күнделікті алып сату. Қайсымен айналысқыңыз келеді, енді оны өзіңіз таңдайсыз да. Бірақ екеуі де қиын емес сала жалпы. Екеуінің айырмашылығы осындай. Одан кейін енді жалпы трейдингтің біздің дініміз бойынша рұқсат берілген, рұқсат берілмеген түрлері бар. Мысалы, рұқсат берілмеген түрі ол форекс, рұқсат берілмеген түрі, мысалы, ол арбитраж, доллар алып сату, я? Ал рұқсат берілген түрі ол акция. Яғни, муфтият деген сайтты білетін шығарсыздар, я? Қазақстан дін басқармасы сайты бойынша да сіздер осы халал компаниялардың акцияларымен, осы ешкімге зияны жоқ, сондай компаниялардың акцияларымен трейд жасауға, Microsoft сияқты компаниялар көп, сондай компаниялармен сауда жасауға бізге рұқсат етілген, және ол ешқандай да харам емес. Сол жағын өтініш біліп жүріңіздер. То, что трейдингтің барлық түрі харам емес.
Акция дегеніміз осы күндік қағаз. Біз оны алып сатамыз және осылай күнделікті табыс табамыз. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, бұл компаниялардың өзіміз білетін Coca-Cola, Google, Microsoft, Tesla, Apple деген сияқты компаниялар. Трейдингта біз жалпы қалай ақша табамыз? Трейдингта біз акциялардың өскеннен ақша табамыз. Мысалы, мен жалпы осыдан жарты жыл бұрын Тесланың акцияларын $200 алып қойған болатынмын, және жақында Трамп Америкада президент болғаннан кейін мен Тесланың акцияларын $450 сатып, өте үлкен табыс көрдім. Тура солай Palantir компаниясы. Мен осыдан 1,5 жыл бұрын қателеспесем, оған бағасы $11 болған кезде инвестиция жасап қойғам. Жақында ол компанияның акциялары $110 дейін өсті, яғни $11. То есть сіздің 5.000 теңгеңіз всего лишь бір жылда просто так жатып 50.000 теңгеге айналды. Ал егер сіз 5.000 емес 50.000 теңге салып қойсаңыз, 50.000 теңгеңіз 500.000 теңге болатын еді. Яғни осылай мен Palantir компаниясы арқылы табыс таптым. Тоже инвестицияда да және күнделікті табыста да. Яғни трейдингта біз қалай ақша табамыз? Күнделікті біз алып сату арқылы ақша табамыз. Енді біз қандай биржамен жұмыс жасаймыз? Себебі сіздер білулеріңіз керек. Биржа дегеніміз не? Оның қандай түрлері бар? Қараңыздар, біз именно Америка қор биржасымен жұмыс жасаймыз. Биржаның түрі өте көп емес. Гонконгский биржа бар, Ресей биржасы бар, Қазақстан биржасы бар, Америка және тағы да бір-екеу. Қазақстан биржасы енді точно керек емес, потому что Қазақстан биржада, пока біздің ақшамыз өскенше, енді сіздер точно жаңағы жас жатсыздар ғой, ұзақ деп, ол тура сондай болып кетеді. Ал Ресейдің акциялары вообще құлап кетті. Соғыстан кейін 2 жыл болды, Ресейдің биржасына вообще жолауға болмайды. Ал Америка қор биржасы әлем бойынша қазіргі таңдағы ең мықты компания, ең мықты акциялар осы Америка қор биржасында жиналған, және бұдан асқан ешқандай да биржа жоқ. Америка қор биржасында қандай компаниялар бар? Біздің өзіміздің Каспий бар, қазақстандық Freedom компаниясы бар, Coca-Cola, Google, Microsoft, Pepsi, және Tesla, Apple, каждый второй адамның қазір қолында Apple, білесіздер. То есть, яғни осындай ең мықты компаниялар осы Америка қор биржасына жиналған, және сіздер де сонымен жұмыс жасауларыңыз керек. Жалпы қалай жұмыс жасаймыз? Сіз брокерлік счет ашасыз, оны кез келген брокерден жасасаңыз болады. Ол Freedom Finance, Халық Инвест, Жусан Инвест деген сияқты. Одан кейін биржа, және биржа дегеніміз жаңағы просто сіз акцияны алып сататын жер. Сол жақтан акцияны алып сатасыз. Осылай жалпы трейдингта біз ақша табамыз. Акциялар арқылы жалпы 2 жолмен ақша табуға болады. Біріншісі, ол ұзақ уақытқа жоспарлап пассивті кіріс қаласаңыз, ол әрине ол бізде инвестиция. Ал егер де күнделікті ақша табам десеңіз, ол трейдинг. Бағана айттым ғой, жалпы акцияның осындай 2 түрі болады, бірақ екеуімен бірге айналысуға болады. Қай уақытта ашылады Америка қор биржасы? Америка қор биржасы біз үшін енді бұл өте күшті вариант, потому что Америка қор биржасы кешке ашылады, кешке 7:30-да, қазіргі таңда қысқы уақыт болғандықтан, ал қалған уақытта 6:30-да ашылады. И как раз ол уақытқа дейін, кешкі сағат 7-ге дейін біздің барлық жұмысымыз бітіп, в основном Қазақстандағы адамдардың енді жұмыс уақытысы 6-ға дейін ғой, кешкі 7-ден бастап 1-2 сағат уақытыңызды бөлсеңіз жеткілікті, сол уақытта осындай табыс таба аласыз. Бірақ біздің енді жалпы студенттеріміз, біздің командада жұмыс жасайтын адамдар, мен өзім 2 сағат отырмаймын. Мен басында 2 сағатта отыратынмын, новичок болып келген кезде, ал бірақ қазір өзім уже қаншама жыл айналысып жатқандықтан, мен бұл биржада максимум жарты сағат, немесе ары кетсе 1 сағат қана отырам. Себебі ең басты уақыт ол жерде менің жарты сағат уақытым тек анализға кетеді, ал қалған уже менің пайдам ол биржа ашылғаннан кейін сразу түсіп, солай болып тұрады.